Қайырлы күн, құрметті менің жазылымдағы достарым. Бүгін наурыз айының 9-ы. Кеше әйелдер мерекесі болды, халықаралық әйелдер күні мерекесі. Бүгін демалыс, сенбі. Мен тағы да сіздерге өзімнің көжектерімді көрсеткелі тұрмын. Сұраныстарыңыз бойынша көпшілігі сұрайды осы көжектерді қай уақыттан бастап бөлесіз, еркек пен ұрғашысы бөлек тұра ма деп. Міне менің көжектерім қазір бөлек тұр бұл жерде. Кілең еркек көжектер бұл жерде. Ертең олар жемделіп бұйырса Алла қаласа 6 айлық кезінде сатылады, сойылады, үйге неше түрлі тағамдар жасалынады. Оған дейін жем-шөбі бәрі беріліп уақытында күтіп бағылады. Мына жерде менің еркек аталық Окси деген қояным тұр. Бана ұрғаш аналық қоян қосқан, содан кейін демалып суын ішіп, жемін жеп, шөбін жеп тұр. Енді мына темір торды мен сатып алып едім. Біреуден 2000 теңгеге. Енді қалған тордың барлығын қолдан жасадым. Мінекей. Бұнда екінші қоян тұр. Бұнда аталық қоян болды. Бірақ бұны көп қоспай тұрмын аналыққа, себебі өзінің бір жаман құлқы бар. Тістейтін. Аналық қояндарды тістеп шыңғыртады, сосын обалсын қоспаймын. Анау онда еткізіп тістейтін әдет жоқ. Ол жақсы. Мынаусы тістейтін әдеті бар. Және сосын бір жаман құлқы. Асты ылғида лас болады осы қоянның. Ылғи тазалап қоямын. Ана қоян оның асты өте таза. Ал мына аталық қоянның асты ылғида бұлшырап лас болады тұрады. Астына бұлшырайтын себебі бүткіл шөбінің барын астына тапап, сол шөптің үстіне сарып, құмалақтап, бүлдіріп мына жерде астын. Ал ана қоянның асты ылғида таза, себебі бір бұрышқа саритын сияқты. Құмалағында бір бұрышқа құмалақтайды, өзінің астын таза ұстайды. Осы аталық қоян маған ұнамады. Енді мынасы асты ылғи бұлшырап жатады. Кез келген жерге сарып, кез келген жерге құмалақтай беретін сияқты. Енді мына жерде тағы да көжектер бар. Бұл көжектер де еркек көжектер. Ал әлі үйрене алмай жүр торға, себебі бұлар інде болған көжектер барлығы. Інде дейтін 27 көжек болған, соны 16-сы еркек көжек болып шықты. Саралап алып шыққанда 16 еркек көжек, 11-і аналық ұрғаш көжек болып шықты. Міне осындай бөлектеп алдым. Ұрғаш сол ұрада қалды мамаларымен бірге. Ал еркектердің бәрін бөліп алдым. Себебі бұлай бөлектемесең, осыған дейін де былтыр күзде ішінде еркек көжектер қалып қойған болып тұр ғой. Олар есейіп, шағылысуға қабілет жасқа жеткеннен кейін жаңағы өзінің аналарына шағылысуға әрекет жасайды. Бұл деген дұрыс емес. Және туғаннан кейін де аналықтар жаңа еркек аталықтан қызғанып өзінің көжектерін жек қойған болатын. Сондай қателіктен кейін мен жіті қадағалап көжектерді бір айдан асқаннан кейін, ай жарым болғаннан кейін дереу еркектерін бөлектеп аламын. Себебі аналық көжектер ертең болашақта аталық көжектерден, еркек қояннан қызғанбас үшін, өзінің балаларын қызғанып жеп қоймас үшін. Мінекей, бұлардың жағдайы жаман емес. Кеше екі жігіт келіп, бір ұрғашы, бір еркек көжек алып кетті, ақ көжектен. Қызыма сыйлық сыйлайын деп едім, туған күніне деп. Ағынан таңдап алып кетті. Өздері сүйкімді, сонда керемет. Балаға қуаныш сыйлайтындай әрине. Сондықтан менің қызым да осы көжектерді жақсы көреді. Айналайын. Осындай жағдай. Мен бүгін тек қана сіздерге осы тордағы көжектерін көрсеттім. Ал ұрадағы көжектердің, қояндардың, көжектердің жағдайлары жақсы. Оларды келесіде тағы да көрсете жатармын. Күн жылынып келе жатыр. Шуақты күндер басталды. Жер қар еріп жатыр. Күнде қатырғанмен
түнде қатырғанмен күндіз шуақпен қар еріп айналдыра телегей теңіз су болып жатыр. Сау болыңыздар, лүпіл басып қойыңыздар. Менің осы жазылымдағы достарым көпшілігі лүпіл баспайтын сияқты. Статистика қарасам, лүпіл басатындардың көпшілігі кейбіреулері менің